Ата-аналар жиналысындағы басты ортақ мақсатымыз балалардың сөйлеу тілін дамыту, олардың сенімді, анық сөйлеп, өз ойын еркін жеткізе алатын дәрежеге жетуі барысында сіз бен біздің бірлескен жұмысымыз. Біздің ересек логопедиялық топта әр балаға жеке назар аударылып, сөйлеу мүшелерінің қимылын дамыту, дыбыстарды дұрыс айту, сөздік қорын кеңейту, байланыстырып сөйлеуді қалыптастыру бағытында тұрақты жұмыс жүргізілуде. Ата-аналардың қолдауының қадағалауларының арқасында үйде жасалатын шағын жаттығулар мен тұрақты ынтымақтастықтың жұмыстың ең маңызды бөлігі. Өйткені тәрбиеші еңбегі ата-ананың қалауымен ғана толық нәтиже береді. Бүгінгі жиналысымыздың балалардың болашағы үшін жасалғанын тағы бір маңызды қадам. Ата-аналарымызға белсенділігі, қызығушылығы және сенім білдіргені үшін алғыс айтамыз.